Мынау заведение салуға жалпы қанша ақша кетті? Кішкентай кабинка салдым. Содан бастап жаймен көбейтіп. Мынау бассейн бізде. Тағы да ерекшеліктердің бірі біздің моншада шариғат бойынша болғасын әурет жерін көрсетіп жүруге болмайды да. Марокканский баняның бір түрі ыстық таста жатады. Аллергияға, тыныс алу жолдарына емге жақсы. Профилактика, кожный заболеваниялерге. Стенаның бәрі морской теңіздің тұзы. Айына выручка 1000 адамдай келеді ол. 1000 адамдай? Өзің көбейтіп ал дейсің ғой. Расход қанша персоналға? Комуслуга бар, комуслуга 500-дей кетеді. Где-то 40 миллионның үстінде оборудование кетті. Қандай оборудование болады өз баняда? Касса, күндік выручка қанша теңге болады жалпы? 130. Қайырлы күн достар, эфирде Елдос Қуанышбекұлы. Бүгін біздің каналымызда жаңа видео. Біздер Алматы қаласынан арнайы Қызылорда өңіріне келген болатынбыз. Себебі көптеген адамдар маған комментарийға, инстаграмға, дайректке жазып жатты. Тек қана Алматының бизнестерін емес, басқа да региондардың бизнестеріне разбор жасасаңыздар деген өтініш білдірген болатын. Сол себепті біздер Қызылорда өңіріне біз бүгін келдік. Оның ішінде номері бірінші болып саналатын осы облыста бірінші болып саналатын монша бизнесі, яғни бұл моншаның артықшылығы бұл халал монша болып саналады. Яғни еркектерге және әйелдерге әурет жерлерін жабу арқылы ғана кіргізілуге рұқсат берілген номер бірінші моншаға біз келдік. Осы бизнесті бүгін разбор жасап талқылайтын боламыз. Қанша ақша табуға болады, қалай ашуға болады, ақшаны қайдан алды деген сияқты. Сондықтан да видео қызықты болады деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көріп, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоға лайк басыңыздар. Олай болса, кеттік. Alright, let's go. What's poppin'? What's poppin'? Yo, what you got? Yo, what you got? Okay. Okay. Hey, yo, come through. Yo, come through. What's the business? What's the business? Get that money. Get that money. You know what I mean? Let's go. Let's go. What's up? What's up? Swag. What it is. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қызылордаға қош келіпсіз. Ой, рахмет. Ал мына сыр өңіріне, жыр өңірі деп кеп қалдық. Бірден ат басын бұрып сіздердің осы баняларыңызға Қызылорда өңірінің номер 1 халал банясы дегеннен кейін бірден прямой осы сіздердің баняларыңызға кеп қалдық. Жалпы Қайреке, қош келдіңіздер. Рахмет. Қайреке, жалпы осы бизнесте қанша жыл болды жүргеніңе өзің? Енді қазір бизнеспен айналысып жатқаныма 11 жыл болды ғой. Қазір 11-ші жыл. Мына комплексті ашқанымызға 2017-те 3,5 жыл болды осы кезде. 3,5 жылдан бері. Бұл Қазақстандағы шариғат бойынша жасалынған бірінші монша ашылған. Иә, естіп жатырмыз. Мен ана асылатын адамға көріп қалдым осы туралы талқылап жатқан адамдардан. Жоқ, негізі ол басқа монша. Ол жерде қателік болған кезінде Алматыдан бірінші ашылдық деп неған, негізі біз оған дейін ашылған моншамыз да. Біз просто жария салып бүйтіп неған жоқпыз, ешқандай афишерлік еткен жоқпыз. Сол себеппен енді біз бірінші деп айтсақ болады енді. Жақсы. Жалпы Қайрат 3,5 жыл болды не осы жерде ашқанына. Бұған дейін қандай кәсіппен айналыстың? Бұған дейін жанұялық монша болды. Кішігірім 5 кабинкамен жұмыс істеп 7 жыл сонымен айналыстым ғой. Енді ол жанұялық моншаларды сол 2010 жылы арнайлап Россиядан алдыртқанбыз, ағаштан. Соны салып, соны 7 жыл бойы сонымен жұмыс істеп, енді жинаған қорымызды қосып, үстінен кредит алып, енді осы үлкен зданиені салдық, үлкен моншаны. Бірінші болып осы халыққа қызмет жасайық деп осындай ниетпен моншаны ашып, енді кәсібімізді дөңгелетіп отырмыз. Жалпы енді бұл кәсіпті ашуға именно осы көріп отырмын, үлкен жер, еще қаланың орталығы болып саналады, мына жерде Сырдария өзені ағып жатыр деген сияқты, набережка болып саналады ғой бұл жер. Набережный Қызылорда. Мына жақта Қорқыт атаның мүсіні бар екен. Бұл жер өздеріңіздікі ғой негізі? Иә, жеке өз. Семейный бизнес. Семейный бизнес.
Бұл жердің бағасы қанша теңге тұрады? Бірінші сұрақ болсын. Бұл жер енді кезінде 20 мың доллар тұрған жер ғой. Кезінде доллардың курсы 2010 жылы 20 мың доллар тұрған. 150 кезінде ғой сондай. Қазірде сол 20-25 мың доллар тұрады ғой. Қазіргі қанша метр квадрат? 13 сотық. 13 сотық, иә? Мынау заведение салуға жалпы қанша ақша кетті? Енді ол қазір айтқанда теңгемен айтсам 130 кетті ғой примерно. 130 миллион теңге кетті. 130-150 миллион. Бұл капиталдың қаншасы өзіңдікі, қаншасы кредитке? Айтсам енді 10% өзіміздің ақша ғой. Қалған бәрі кредитке. Яғни инвестор отырған банктер. Кредит жабылды ма осы кезде? Кредит жоқ, әлі төлеп жатырмық қой. Жартысы жабылды, жартысы жабылды. Жалпы енді жабуға болады, иә, негізі? Болады. Құдай қаласа жабылады бәрі. Көп адамдарда қазір бізді қарап отырған бұндай 130 миллион ақша болмауы мүмкін, немесе банкке қоятын заты болмауы мүмкін, залог қою керек қой ондай сумманы алу үшін. Кішігірім қалаларда шағын осы баня, моншаны ашу үшін қанша ақшамен бастауға болады? 11 жыл бұрын мен бастаған кезде кәсіпті 13 миллион, 14 миллион ақшамен бастадым. 3 кішкентай кабинка салдым. Содан бастап жаймен көбейтіп, енді аяғы осып. Осындай неге жетіп тұрып жетістікке осы кезде. Ол 3-4 кабина деген жаңағыдай қарапайым халықтар үйден ашатын баня ма, әлде бөлек жер алып, помещение алып? Жоқ, біз жерді сатып алдық. Содан соң өзіміз салып, енді Астанадан, Алматыдан көп келдік, жаңағыдай российский баняларды нелерді. Сол банялардың Қызылордада жоқ болады бір кезде. Сондай модельмен сояқтан әкеліп, осы жаққа қойдық та, тек қана бейімдегеніміз осы Қызылорданың халқына біз спиртный сатпаймыз, не қылмаймыз, тек қана жуынуға жағдай жасадық. Реклама кетті, енді ол кезде основной сарафанный радиомен клиенттер келе бастады. Сөйтіп 5 жылда тағы да қостық 2 кабина қасына. Енді одан кейін тағы 3 жыл өткеннен кейін осы дөу зданияны салдық, 2 жыл өткеннен кейін. Мына жерде сонда алдында бұрын банялар болды, өзінің ашқан? Семейный кабинкілер болды. Кейін оны бұзып деген сияқты кетіп? Иә, солаймен жасады. Жалпы Қайрат, енді бұл номер 1 баня деп отырмыз ғой, Қазақстан бойынша болмаса да Қызылорда облысы бойынша, иә? Бұның ерекшелігі не? Соны өзің аузыңнан естісек. Бізде ерекшелігі біріншіден общий баня, енді массовый халыққа арналған баня, бағасы қолжетімді. Мынау енді біздің основной моншаның суға түсетін этажы. Қонақтарымыз осы жаққа келіп. Мынау бассейн бізде 5 метрге 8 метр. Тереңдігі нормаға сай 1,5 метр. 1 метр 50 сантиметр. Мына жақта келесіде біздің душевой зона. Отдельно душ кабинкілерді қойып болғанбыз. Келген қонақтар жаңа біз айтып кеттік қой. Шортымен жүру керек, не болу керек. Жуыну үшін осы душтың ішіне кіреді, өзі бөлек жуынып, шайынып шыға береді. Біз жер 12-де ашылады, негізі. 12-де ашылады. Достар, біздер арнайы таң сағат 10-да келдік. Қазір бізде таң сағат 10. Адамдар жоқ уақытта бүкіл жерді осылай аралап, съемка ыңғайлы болу үшін. Тағы да ерекшеліктердің бірі біздің моншада шариғат бойынша болғасын, ер адамда, әйел адамда енді әурет жерін көрсетіп жүруге болмайды да. Еркектер шортымен жүреді, іште суға түскен кезде, әйел адамдар енді купальникпен жүреді. Мына жақта не бар? Мына жақта 2-ші этаж біздің моншаның. Софа деген, марокканский баняның бір түрі ыстық таста жатады. Оны Кореядан келген технологиямен істелген ғой, типа. Мынау 45 градустық режим. 55 градустықтар ма? Бұл 55 градус ыстық. Іші жанып тұрген, е? Бұл жаңағы неге пайдалы? Давлениесі бар адамдар қатты парға кіре алмайды ғой. Бұл да жатады ғой сонда? Бұл да жатады, жатып теріледі да. Андай қатты температура жоқ, денені қыспайды. Тек қана астыдан ыстығып тұрғасын, өте жақсы эффект береді. Графикпен жұмыс істейміз. Аптаның 7 күнін бөліп тастағанбыз. 3 күн әйелдер түседі, қалған 4 күн еркектер түседі.
сол екен ғой негізгі артықшылығы. Негізгі артықшылықтары Бір-бірлерімен араласпайды, араласпайды. Тамаша негізі. Ол жағынан сосын қатты контроль жасалады, қатты қатал тәртіптеріміз бар. Іште темекі шегуге болмайды, спиртное шегуге болмайды, әкелуге де болмайды. Андай не болса ше, семейіне келетін болса, ол қалай болады? Семейіне келетін болса, сыртта отдельно кабинкаларымыз бар. Сол жаққа түсуге болады. Тамаша негізі. Отдельно сыртта бөлек неше кабинка бар негізі жақта? Сыртта бөлек қазір 5 кабинка бар. 5 кабинка ол бөлек, одан кейін мынау банный комплекс уже. Бұл банный комплекс. Жұмыс уақыты қазір карантин уақытында қалай әсер ете ме? Нешеден істейсіздер жалпы? Жалпы қазір күндіз 12-де ашыламыз, кешкі сағат 11-де жабыламыз. Карантинге байланысты. Карантин емес кезде 12-1-ге дейін істейтін едік. Соңғы клиент, семейный кабинкалар 1-де, 1:30-да соңғы клиенттер кетеді, сол кезде соған дейін жұмыс істейтін еді. Демалыс күндері? Демалыс күндері азанғы сағат 10-да ашыламыз. Кешкі сол 11-ге дейін. График бір уақыт. Демалыссыз осында, Демалыссыз, несіз, өзімізде апта сайын жасалатын азанғы сағат ертерек жұмысшылар келіп, түске дейін ашылам дегенше полный генеральный уборка жасалады. Хлорланады, дезинфекция жасалады, бүкіл шарттар не болған. Сәйкесізге не болады? Талаптарға сәйкес орындалады. Бұл бізде тұз бөлме. Тұз бөлме жаңа галокамера. Бұл не нәрсеге пайдасы береді жалпы? Айтып кеткен аллергия. Аллергияға, тыныс алу жолдарына емге жақсы. Профилактика, кожный заболеваниялерге. Стенаның бәрі морской теңіздің тұзы. Иісі шығып тұрған тұзы. Ол сосын санаторияларда тұрған галокамералармен бірдей испарение болады. Тұзды сумен араластырып испарение жасайды да, соны адам демалады. Бұл жерде 20 минут болған адам теңіздің жағасында сутка өмір сүргенмен бірдей. Эффектісі сондай. Таза теңіздің тұзын демалғанымен демаласың ғой сонда. Бұл тұзды қаяқтан алып келдіңіздер сонда? Бұл тұзды да біз заказ беріп алдырамыз. Қай мемлекет? Россиядан алдырамыз. Россия ма? Мынау бізде суық бөлме. Минусовой температура жатады, іші постоянно. Пардан шығып келіп кіреді? Пардан шығып, келіп осы жаққа кіріп. Контрастный душ дейді, контрастный не сияқты. Қан айналымға өте жақсы. Тамаша? Тамаша десе тамаша екен негізі. Мына жерде қызметкерлердің саны нешеу? Кімнің қандай жұмысы бар? Сол туралы айтып өтсек. Біз бойынша да 2 администратор бар, 2 техничка бар, барменіміз бар, массажистіміз бар. Жалпы 7 адамдай жұмыс істейді. Әйелдерге арналған күндері тек қана бізде персонал әйел адамдар жұмыс істейді. Ерлерге арналған күндері тек қана ер адамдар, обслуживающий персонал. 3 күн ер администратор, 3 күн әйел администратор. Жалғыз администратордан бөлек іштегі бармен, массажист, техперсонал барлығы еркектер күні еркектер, әйелдер күні әйелдер жұмыс жасайды. Жақсы, өте тамаша ұйымдастырылған негізі. Құдайға шүкір. Риза болдым. Енді бұл жерде средний касса күндік выручка қанша теңге болады жалпы? Қай күні ең көп касса шығады күн? Еркектер күні ма, әйелдер күні ма? Енді қазір бізде менталитетке қарасаң еркектер көп не қылады ғой. Әйелдер онша көп шыға бермейді. Еркектер бар основной кассаны жасайтын. Суббота, воскресенье күндері. Средний чек 2200 теңге деп айтсақ. Бір адамнан, иә? Бір адам. Айына выручка қанша болады примерно? Айына выручка 1500 адамдай келеді ғой. 1500 адамдай? Өзің көбейтіп алдыңсың ғой. Енді цифр ақшалай айтпай ақ қояйын деп тұрған ғой. Жақсы, мына жерге қазір цифр шығады да. Тамаша. Енді жалпы расход қандай? Бұл жерден аренда төлемейсің, иә? Бір плюсы, үлкен плюс сол тұр ғой? Үлкен плюс бұл жеке өзіміздікі. Төлейтін расходымыз біріншіден жұмысшылардың айлығы. Ол айлықты да біз былайынша бергенде айтады ғой, адамға жеткілікті қылып, нарықтан шамалы жоғарылап төлейміз. Чтобы жұмыс істеген адамда өзінің несімен, ынтасымен, ырзашылығымен жұмыс істесін деп. Енді айлық төмен емес дегенім ғой. Сосын коммунальный услуга, су, свет, газ төленеді, налогтар төленеді.
мына енді бізде клиенттер ішке келген адам бірінші очередь осы жаққа кіреді, киім шешіну бөлмесі. Осы біздің раздевалка 60 адамға арналған. Каждыйында андай несімен, қолға тағатын браслетпен кіреді ғой? Браслетпен кіреді, арнайы замоктармен, браслеттермен жасалған. Бұл баняның раздевалкасы, Баняның. жоғарыда әлі Фитнестің бөлек раздевалкасы бар. Бұл жақта бізде асхана. Асханаға дейін бар, Асхана бар. Келген қонақтарымыз ішке пардан кейін шыққасын, шөлін басып, демін басып отырып, шай ішіп, сусындар ішіп отыратын жер. Сол үшін жасалған. Бұл жерде де платный бұл су болады? Шайлардың, по желанию ішкіңіз келсе келіп, барменіміз тұрады. Қайрат, жалпы мына жерде қанша персонал бар және қанша зарплата төлейсің? Расход қанша персоналға? Расходқа, персоналға расход 800-дің ояқ бірақ, 700-800 мың төлейміз. Одан кейінгі расход қандай? Одан кейінгі расход комуслуга бар, комуслуга 500 дей кетеді. 500 теңге. Су, свет қазір енді газ бар. Сосын здание үлкен болғасын, оны әсіресе қыстың күні потреблениясы өте көп. Светті де, газды да көп не болады. Қыстың күні комуслуга қанша шығады, жаздың күні қанша шығады? 30% бұл разницасы. 30%. Қазір қыста болып саналады 500 мың теңге жылуы бар ішіндегі сияқты. Қыстың күні 30%, жаздың күні азаяды 30%. Азаяды. 350 мың деді сондай шығады ғой, жаздың күндері. Мына жерде жалпы осы 3 этажды комплекстің квадратурасы қанша болып саналады негізі? Комплекстің квадратурасы 750 квадрат. 750 квадрат. 250 квадрат фитнес, 500 квадрат моншаның несі, помещениесі. Одан бөлек мына жақта теремоктар, олар қанша метр квадрат болып саналады? Теремоктар бәрі общий есептегенде 200 квадрат. 200 квадрат, иә. Қайрат, мынау объектіге 130 миллиондай ақша кетті дедің ғой. Сол нәрсеге, не нәрсеге жұмсалды? Зданияны салынуына қанша ақша кетті, одан кейін ішіндегі оборудованиясына, мебеліне деген сияқты. Қай жерге не нәрселер кетті? Енді зданияны салу, подключ есік терезесімен бәрімен, енді отделкісімен 90-дай кетті ғой грубо. Қалған бәрі оборудование кетті. Өйткені ана тұз бөлме, гала камера, бассейн қазіргі заманда долларда қымбат, еврода қымбат, оның бәрі доллармен, евромен келеді. Кілем европейский жаңағы шетелдің заттары болғасын, олар қымбатқа шығады. Где-то 40 миллионның үстінде оборудование кетті. Қандай оборудование болды өз баняда? Баняда котелдар ғой, пештер, сосын жаңағы тоқпен жылытатын нелер. Софаның оборудованиясы ішінде терморегуляторлары, термопол деген бар, солар ғой основной. Сосын бассейннің оборудованиясы, насостары, фильтрлері өте қымбат тұрады солар. Тренажерный залдар бар еще? Тренажерный зал бар, ол профессиональный нелер, беговой дорожка, велотренажерлар, сондайларды алдыртқанбыз Қытайдан заказбен. Бағаларында қанша? Олардың өзі доллармен айтқанда 10 мың доллардан асты ғой. Бір беговой дорожка 10 мың доллар? Жоқ, общий бәрі. 10-12 мың доллар. Өйткені ана қатты брендовый қазір массовый баратын тренажерный залдарға қоятын жаңағы ат шыққан тренажерлер бар ғой, олардың жалғыз құр беговой дорожкасы 10 мың доллар тұрады, ондайды бізге қалта көтермейді қазіргі жағдайда. Сол себепті шамалы енді Қытайда шыққан, бірақ более-менее качественный осындай залдарға қоятын. Сосын бізге тек қана фитнеске тек қана әйелдер келеді. Бірінші момент сол. Сосын ол әйелдерге нагрузка де ондай көп кетпейді ғой. Қатты салмақ түсірмейді ол тренажерларға. Сол есеппен шамалы арзандауларын алғанбыз ғой, тренажерларын. Арық әйелдерге расчет жасалған дейсіз ғой? Жоқ, толықтарын да көтереді бірақ. Фитнес арнайы 3-ші қабатқа салып қойғансыңдар ма? Арнайы осы бізде фитнес зал. Келемді кеше фитнес. Енді айналар жасалған, основной фитнестің түрі бидің түрлері да. Әйелдерге зумба дейді, сосын тағы да бір нәрсе деген аттар бар, енді оларды мен білмейді екенмін да. Әйтеуір өзіміздің инструктор бар, хореограф. Сол бәрін өзі айтып, клиенттерге түсіндіреді. Раздевалка мына жақта, иә? Раздевалкасы бар. Мына жерде билейді дедің, мына жақта фитнеспен айналысады. Мына жақта не бар? Ол жақ бөлме бір қалған.
Тыныштық бөлмесі ма? Иә. Жақсы. Жаңа мынау нелер қоя? 10 000 долларға келді деген. Иә, осы тренажер залдар. Енді силовой еш нәрсе алған жоқпыз, өйткені о бастан мақсат әйелдерге ғана арналатын нәрсе болғасын. Осындай кардио тренажерлерді ғана алдық. Сосын чисто дене қыздыруға ғана арналған тренажерлер. Зульфия сен жануға келсе жаттығымай қалады дейсің. Иә. Оларға көтеретін еш нәрсе жоқ бізде. Бұл жерде енді бағасы қанша деген негізі комплекстің? Жаңа айтып өтсең ценалары. Комплекске кіру бағасы 2000 теңге ғой. 4 сағат түседі клиент. Будний күндері 10% скидка бар. Кешкі сағат 6-ға дейін. Пилинг, іште массаж барлығы бар. Барлығы бар, иә. Мына жерде кабинамен келетін болсаң, бір кабинаны арендаға алуға. Бір кабинаға семейный параға, ол егер бір жанұя келетін болса, әйел мен күйеуі 2300 теңге төлейді бір сағат түсуге. Әйел мен күйеуі, сосын бала шағасымен келетін. Бала шағасымен келетін болса, балдарға 500 теңге. 10 жасқа береді. Комплекс айттық, комплекстен бөлек доходтың қандай түрлері бар? Фитнес туралы айтып қалдың, соның бағасы туралы айтып өтсең. Бізде іште фитнес, әйелдерге арналған фитнес бар. Өзіміздің арнайы дипломированный инструкторымыз бар. Бей жағынан хореограф. Сояқтан әйелдер 15 000 теңге бір айға абонемент алады. Ол ішіне аптасына 3 рет келеді фитнеске, плюс моншаға түсіп кетеді сол ақшаның ішіне. Соның комплексын тренировкадан кейін моншаға түсіп. Фитнеске айына қанша адам келіп отыр қазір примерно? 25-30 адам. Жалпы мынау бизнесте, баняда, моншада сезонность деген бола ма өзі? Әрине, сезонность болады. Основной жақсы сезондар күн салқын кездер ғой. Күзден көктемге дейін. Жаздың күні шілдеде адам азаяды. Почти 2 есе. Минимум 30%, 40% адам азаяды келуі. Кәсіпке клиенттерді қалай алып келіп жатсың? Рекламаның түрлерімен жұмыс жасайсың ба? Реклама түрлерімен обязательно жұмыс жасаймыз. Бұл интернетте, инстаграмда, основной фейсбукте таргетинг жасаймыз. Сосын сарафанный радио основной клиенттерді алып келетін. Сосын бізде өзімізде местный не бар, интернет газеті бар. Сояққа 1 жылдық договорға отырып, объявление беріп қоямыз. Газета қандай ол? Саралка KZ деген бар. Саралка KZ. Сояққа 1 жылға бірден отырамыз да договормен. Постоянно главный страницасында тұрады. Основной реклама сояқтан жүреді. Осы енді бізде бая 10 жылдан бері жұмыс істеп тұрғасын, уже клиент бірін-біріне айтып, сарафанный радио дейді ғой. Содан основной масса солай келеді ғой. Неге бұл бизнес таңдадың? Енді бұл ашылып жатқан кезде қалада бұндай условиясы бар моншалар жоқ еді. Сол моментке. Сол себепті конкуренция жоқ. Сырттағы жаңа айтып кеттім ғой, кабинкілеріміз бар деп. Жанұялық. Осылар жанұялық кабинкілер. Черемок болып салынған енді? Черемок болып, ағаштан салынған. Тамаша. Жалпы Қайрат, өзіңе жеке сұрақ болсын. Осы кәсіпті сататын болсаң, қанша ақшаға сатар едің? Ол енді қиын сұрақ. Неше жылдан бері айналысып, нанын жеп отқасын, оны ойда келмепті енді сатуға. Қатты қиын сұрақ болса, $2 миллиард деп айта алсаң болады ғой негізі. $2 миллиард. Ешкім алмайтын қымбат бағаға. Енді $1 миллион деп айтсаң болады. $1 миллион бағалап отырсың ғой өзің, қазіргі доллардың курсы. Тамаша. Енді осы кәсіпті ашқысы келетін басқа региондардан көріп отырған адамдарға, біздің көрермендерге қандай кеңес бересің? Не нәрсе маңызды бұл кәсіпте? Жоқ, бізде Қызылордада основной енді қала кішкентай ғой. 300 мың адам тұрады Қызылорда қаласында. Сервис қой, бірінші очередь. Тазалық сервиске условия жасалса, клиент келеді. Сапалы қызмет етсең, сарафанный радиомен клиенттер келеді дейсің ғой да. Ол үйде болсын, басқа жерде болсын. Тұрған жеріне, яғни байланысты емес. Жеріне онда қатты байланысты емес. Енді кішкентай моншаларға байланысты болады шығар, енді бізге онда қатты фактор влиять етпейді тұрған жер. 11 жыл бойы осы моншаның бизнесінде жүрсің ғой. Қандай қателіктер жібердің? Основной не
парға көңіл бөлу керек қой. Мысалға әр жерде адам, бізде Қызылордада, регионда сухой парды онша жақсы көрмейді. Солтүстікте сухой жақсы көреді, сондай ғой. Әрі клиентке байланысты, қай клиентті қалайтын болады. Қай регионда жұмыс істейсің, соған байланысты сен подстраивать етіп, адамдарыңа не қылу керексің ғой. Бізде сондай болды енді негізі. Бастап кезде бір мокрый пар емес, сухой пар қойдық, сол кезде адам азайып кетті да. Сосын қайттан басқа пештерді орнына қойдық. Старый варианттар. Сонымен қайттан нормально болды. Қайрат, біздің дәстүрлі сұрақтарымыз бірі, осы видеоны көрген Қызылорда облысының тұрғындарына немесе басқа қалалардан келетін адамдарға қандай скидка жасап бере аласың? Кез келген уақытта 10% скидка жасап. 10%? Промокод айтып келсе, арнайы. Қайрат деп промокодпен, жоқ, Қайрат дегеніміз Елдос. Елдос деп па? Мен атымды айтып келсеңіздер 10% скидка. Болды. 200 теңге скидка дейсің ғой. Қайрат, жалпы осылайынан бүкіл сырларыңды, қырларың, минустарын, плюстарын, бизнестің кухнясын осылай ашық айтып, бізге разбор жасап бергеніне көптен рахмет. Біздің YouTube арнамыздың көрермендеріне де өте пайдалы контент болды деп ойлаймын. Бани ашқысы келіп жүрген адамдарға таптырмас пайдалы контент болды деген үміттемін. Достар, сіздерге де көптен рахмет. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Видео ұнаса лайк басыңыздар, біздің каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі қызықты контенттерде көріскенше сау саламатта болыңыздар.